әкел. Қайтадан барлықтарына сәлем. Қазір қандай аралардамыз? Үлкен аралдамыз. Büyük Ada деген. Біз бұл жерге шіркеуге бару мақсатында келдік. Таң атпай ерте тұрып келдік. Азан мен әтештен бірінші тұрып келдік. Мынандай кісі бар. Шіркеуге қанша жаяу барсаң, сонша сауап аласың деп. Сол үшін пиво алып баратыр еще. Сауабыңыз көп болсын. Жалпы сондай қазір шіркеудің үшін көрсетіп аламыз. Андай мен блогер болсам, скучный блогер боламын. Таттау шипсы отқан адам мана көру керек қойғаннан бар ғой. Делать не можешь. Декретте отырған мамалар. Бәрін көпті сағына. Түнде чай бір бәле қара кетесің ғой, бір ефте бұл бірдеңе. Сондай жерде мен попаздать ету керек болған адамдарға. Когда я в 17 году сюда пришел, меня не пустили в эту церковь, потому что я в шортах был. Сегодня вот специально в джинсах пришел. Сейчас зайду, помолюсь. Мындай болады ғой, келет, и мен шіркеуге емес, мешітке барам дейді. Ол шіркеуге кіргенде, егер сіз мұсылман болсаңыз, ол шіркеуге кіру болмайды деген дүние жоқ қой. Мысалы, сіз шіркеуге бір керемет исторический здание ретінде қарап келіп, турист ретінде көріп кетуге де болады. Архитектурасын мен көріп. Иә, ескі орта ғасырдың архитектурасы сақталған. Стамбулда ескі зданиялар өте көп, соның әрқайсысына кіріп шығуға көп уақыт кетеді. Сол үшін қазір біз мен үшін өте әдемі бір жеріне барамыз. Давай. Анталияда ve Стамбулда таппай жүрген чөпті Büyük Ada'da таптым. Бұл біздің Қазақстанның туризмінде керек нәрсе ма? Жоқ, бізде көп шөп. Мусор көп бізде. Мусор көп жерде жатады бәріміз. Жоқ, мусорный бак көп қой оны. Анталияда, Стамбулда қаланың ішінде мусор табу өте қиын. Қазір біз Büyük Ada теңіз деңгейінен қанша метр биіктікте екенін білмеймін. Осы жерде чөп тауып алдық. Чөп түркшеден қазақшаға мусор деген, қоқыс деген сөз біледі. Қоқыс жәшігі. Қоқыс. Есіл үшті ол шөпті айтып атқан жоқ. Қандай деп түсінбеңдер. Не то, что вы подумали. Мына жақта адамдар көп екен. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Bira var mı? Vardı. Orada markete gittim. Do not drink, içmeyiz. Su içmendir. Кетіп баратыр. Мына баяғы біреулермен араласып кетеді. Сондай қауіпті адам бұл. Қай бір жылы, қателеспесем 2017 жылы осында келгенде, бір жігіт осында қызын каблукпен, вечерний көйлекпен көтеріп, үстінде сөз салған. Сол кезде ана қыздың түріне қарасам, мына мал негізі астыда да сауатын адам еді ғой деген түрмен жүрген сол қыз. Егер романтикалық бір нәрсе істегілеріңіз келсе, ақылмен істеңіздер деп. Қыздың түрін елестете алмайсың ғой. Жолды көрсетші. Мынандай. Осы жолмен 3 километр ма жоғары шығу керек. Короче, мынандай жерден келе жатырмыз ғой. Ана жағы уже теңіз төмен қарай. Сол қызды каблукпен осында жаяу алып келген ғана жігіт. Сонда да негізі қой салу керек қой мындай. Жұрттар қыздармен келеді. Қазір монастырға бара жатырмыз. Аты салауатты өмір салтын ұстанады. Спорт — это жизнь. Dışarıda. Короче, мынандай заттар алдым. Bob Marley'nin Büyük Ada'ға келіп осындай заттар алып жүрсің ғой. Фрэнк Синатра, еще мынандай дерзкий не алдым. Тағы бар. Büyük Ada деген несі тоже алдым. Магнит. Мындай. Бір келген знагы болсын деп мынандай. Мұнда не бар екен? Мына шіркеудің магниті. Әдемірек болса жарайды алып жүрсем.
Ne kadar yaptın? Ama ben Endonezya dedim değil mi? Evet. Endonezyalıyım ama Çin'de yaşıyorum. Artık milletin şeklini öğrendim bu yolda herkese. Evet. Ayıra veredik gibi. 10 lira yok mu? 10 TL var abi. Bak ver 10 lira bana. Ben sana 100 lira vereyim. 10 Değil mi? TL'yi 100'e değiştiriyoruz. Ben sana şimdi 100 lira versem 40-80 tamam. Okey. 10 liranı 100 liraga ауыстырып алдым. Бизнес деген осындай болады. 90% маржа алып тұрады. Пайда. Zengin. Мен курсыма жазылыңдар. Ақсүйек.com деген сайтыма кіресіңдер. Осыдан бір 3 күн бұрын ғана Стамбулда қыс болып тұрған еді. Қазір футболкамен өстіп, шайып жүрміз. Негізі құбылмалы болып отыр. Haklısın. İstanbul'da men kelem деген кезде қыс болып жатыр, қалың киін деген. Мен келдім, я же солнышко. Ой, Снег жоқ. Менің қасында жүрсеңіздер сізге витамин D керек емес. біз 1000 метр дегенбіз ғой. Мынау андай шығу емес, биіктік екен. 1000 метр ма хуйня ғой? Андай талай жер көріп тұрған адам ғой. 1000 метрлер Жердің бір жерін көрген. Мен сенің бетіңде сенің есігін ашып маған мен асықтырам істерді оның сені қауіпті терді соғысымен үмітім бітерді олай болмайды саған ұнайды саған ыңғайлы демек ыңғайлы кереуетте біреу тұрмайды дайын бұның бәрінен тізіп айтпаймын жүрегім Қазір біз жаңа айтқан шіркеуге келдік. Оны таныстыратын Сауат. Таныстырған өзім екінші рет кеттім. Бірінші рет келіп кіре алмай қалдым. Мынандай төбесінде зат бар. O. Ayı Yılcı Manastırı. Kapanış saat olan 18 saat 6'da жабылады ма? 6-да жабылады. Қызмет көрсетпейміз дейді. Түнде келсең Кепка. Кепку нельзя. бір свеча жағасың ба? Жағасында сал кетесің. Біз үйге қайтып барамыз.